Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Тастемирова Назипа Александровна, Бейсен Ахметов атындағы жоғары педагогикалық колледжінің қазақ тілі және әдебиеті мұғалімімін. Бүгінгі сабақ бастауыш білім беру бөлімінің 4-ші курстарына арналған бастауыш білім берудің жаңартылған білім мазмұнын енгізу тақырыбында өтеді. Сабақтың мақсаты оқушылар білім беру саласында енгізіліп жатқан жаңартылған бағдарлама мазмұнының 7 модулін игереді. Әр модульдің ерекшелігімен танысады. Сонымен бүгін біз сабақта бүгінгі таңдағы бастауыш білім берудің жаңартылған білім мазмұнын енгізу не себепті қолға алынды, осы жаңартылған бағдарламаның енгізілуіне не себеп болды, жаңартылған бағдарламаның мазмұны не, оның 7 модулі дегеніміз не, әр модульдің мазмұны не, ерекшелігі не, бір модульден айырмашылығы неде, одан кейін барып жаңартылған бағдарламаның бұрынғы дәстүрлі оқытудан қандай артықшылықтары бар, осылармен танысамыз. Өзгеріп жатқан бүгінгі заманда жас ұрпақты болашақ өмірге және еңбек етуге тиісті деңгейде даярлап, оқушылардың бойында 21-ші ғасырда қажет білім, білік, дағды, икем қалыптастыру бүгінгі білім беру үдерісінің ең негізгі мақсаты. 21-ші ғасыр тұлғасы кез келген жағдайда, кез келген ситуацияда, кез келген қандай қиындық деңгейінде болмасын, кез келген проблемаларды, мәселелерді шеше алатын тұлға болуы бұл заман талабы. Осыған байланысты жаңартылған бағдарламалардың маңызды артықшылықтары бар. Біз қазір айту барысында сіздер бұл артықшылықтардың дәстүрлі бағдарламадан, дәстүрлі оқытудан қандай айырмашылығы бар екенін өздеріңіз байқайсыздар. Әрине, кейбір жағдайда біз жаңағы бұрынғы бағдарламаларда, бұрынғы оқыту процесінде қолданыста болған түсініктермен кездесеміз. Мысалы, дидактиканың ұстанымдарын дәстүрлі білім беруде де қолданып жүрдік, жаңартылған бағдарламада оны жоққа шығармайды. Ол мысалы жеңілден ауырға, белгіліден белгісізге, көрнекілік ұстанымы, одан кейін барып ғылымилық ұстанымдар дегеніміз, оқушылардың жас ерекшелігін ескеру деген сияқты ұстанымдар олар бар. Бірақ дегенмен де жаңартылған бағдарламалардың маңызды артықшылықтары дегенде біз 8 артықшылығын айтып өтеміз үнемі. Ол шиыршық әдісі. Шиыршық әдісі дегеніміз не? Шиыршық жалпы дегеніміз не? Білім беруде. Ол біз бүгін беріп жатқан білімнің кеше берген біліммен байланысы. Бүгін беріп жатқан білімнің ертеңгі беретін білімге іргетасы болуы. Сонда біз күнделікті білім беруде өткен біліммен алда беретін білім бір-бірімен байланыста, бір-бірімен шығып отыру керек. Басқаша сөзбен айтқанда, ол шиыршықталып шығып отыру керек. Шиыршық әдісі деп отырғанымыз осы. Келесі бұл Блум таксономиясы бойынша ойлану деңгейі. Бұл не деген сөз? Бұл біз білеміз, Блум таксономиясының 3 деңгейі бар ойланудың. Ол төменгі деңгей, ол орта деңгей, ол жоғары деңгей. Біз білуден бастаймыз, түсінуден бастаймыз, одан кейін барып, оны қолдану, талдау, бағалау деген сияқты
ойлаудың күрделі деңгейлеріне көтерілеміз. Бұл сабақта біз балалардың белсенді ойлауын және қарапайым ойлау деңгейінен бірте күрделендіру, бағалауға дейін, өз ойын айтуға дейін жеткізуіміз керек. Бұл Блум таксономиясы. Біз сіздермен бұны жаңағы қарастырдық. Келесі ерекшелік, артықшылық, ортақ тақырыптардың ескерілуі. Бағдарламада, жаңартылған бағдарламада барлық пәндер бірнеше салаға бөлініп қойған. Тіл және әдебиет саласы, одан кейін барып математика саласы, тіл және әдебиет саласында барлық тілдер жаңағы қамтылған, мемлекеттік тіл, орыс тілі, шет тілі деген сияқты. Одан кейін барып, осы пәндердің барлығында ортақ тақырыптар бар. Сабақтар жүрген уақытта бұл сабақтарды, бұл пәндерді ортақ тақырыптар біріктіреді. Бұны бағдарламамен жұмыс жасағанда біз, оқушылар, сіздермен тағы да қарастырған болатынбыз. Бағдарламадан бұны көрдік біз. Келесі артықшылық, ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді, орта мерзімді жоспарлар. Жалпы білім беру процесін жоспарлау бұл өте маңызды, өте күрделі мәселелердің бірі. Ұзақ мерзімді жоспар, орта мерзімді жоспарларда біз алдын ала дайындалған мақсаттарды басшылыққа аламыз. Ұзақ мерзімді жоспарларда айтылым, оқылым, жазылым, тыңдалымға байланысты, тілдік білімге байланысты берілетін арнайы мақсаттар айқындалып қойған. Біз егер де бұрынғы білім беру үдерісінде өзіміз әр сабаққа мақсат қойып, шындығын айту керек, қатты қиналатынбыз. Әр сабаққа мақсат қойып, ол мақсатты жүзеге асырудың жолдарын қарастыратын болсақ, жаңартылған бағдарламада мақсаттар айқындалған. Жаңартылған бағдарламаны енгізген әдіскерлер, ғалымдар бізге нақты мақсаттарды беріп отыр. Бұл ұзақ мерзімді жоспарларда. Орта мерзімді жоспарларда енді сол мақсаттарды тақырыпқа, бағанағы айтқан ортақ тақырыптарға әр пән бойынша нақты сабақтың мақсаттары көрсетілген. Ұзақ мерзімді жоспарда, енді біз тіл мен әдебиеттік оқу туралы айтып жатырмыз. Ұзақ мерзімді жоспарда тыңдалымға байланысты бөлімшелер, оқылымға байланысты бөлімшелер, тыңдалым мен жазылымға байланысты бөлімшелер берілген, орта мерзімді де мақсаттар көрсетілген нақты. Келесі артықшылық жаңартылған бағдарламаның ол тәрбиелік бағытты арттыру, рухани адамгершілік құндылықтарды ескеру. Бұл не нәрсе? Біз былай деп айтамыз, біз жаңартылған бағдарламада көбінесе енді жеке индивидуалды, жеке жұмыс жасауды жоққа шығармаймыз, бірақ топтық жұмысты басшылыққа аламыз. Топтық жұмыс дегеніміз ол не нәрсе? Оқушының ортада, ұжымда, қоғамда жұмыс істей алуы. Қоғамда болатын болса, ортада болатын болса, ол біреуді тыңдай алуы. Ол біреудің пікірін құрметтей алуы. Біреудің пікіріне құлақ асуы. Басқаша сөзбен айтқанда, ынтымақтастық, сыйластық. Ал біз айтамыз, тәрбиелік, жаңағы тәрбие берудің ең негізгі іргетасы ол сыйластық, түсіністік, басқа біреуге дұрыс көзқараста, сыйластық көзқараста қарай алу. Келесі артықшылық, педагогикалық мақсаттарды ұзақ мерзімді де іске асыру. Жаңағы мен айтып кеткен ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді, орта мерзімді жоспарларда мынау жалпы мақсаттардың бізге алдын ала дайындалып берілуі.
Келесі, артықшылық алған білімдерді пайдалануға дағдыландыру. Жасырудың қажеті жоқ, біз бұрынғы дәстүрлі білім алуда, білім беруде, көбінесе жаттанды түрде білім алдық. Білім мен практиканың байланысы болмады. Ал мынау жаңартылған бағдарламада біз өзіміздің алған білімімізді нақты практикада, тәжірибеде қолдана алуды үйретеміз. Жаңағы айтып кеткен Блум таксономиясының ең жоғары деңгейдегі жаңағы ойлау дағдысы ол қолдана білу, бағалай білу деген, соған жеткізуіміз керек. Және оқушылардың танымдылық жүйесіне белсенді енгізу. Бұл дегеніміз біз жаңағы оқушылардың танымын арттыру, жаңағы қолданған әртүрлі әдіс тәсілдер арқылы оның танымын кеңейту, оның жалпы өмірге деген көзқарасын қалыптастыру, осы 8-ші артықшылықта айтылып кетеді. Енді айта кететін нәрсе, осы жаңартылған бағдарламалардың артықшылықтарын егер де біз тәжірибе жүзінде, білім беруде дұрыс қолдана алатын болсақ, біз болашақ ұрпақтың білім алушының функционалдық сауаттылығын қалыптастырамыз. Сонда функционалдық жаңартылған бағдарламаның ең негізгі мақсаты білім алушыда функционалдық сауаттылық қалыптастыру. Функционалдық сауаттылық деп отырғанымыздың өзі, ол баланы өмірге бейімдеу, баланың алған білімін өмірде қолдана алуы, баланың алған білімінің арқасында кез келген ортаға бейімделуі, баланың алған білімінің нәтижесінде, қорытындысында кез келген проблемаларды шеше білуі. Ал бұл дегеніміз ойлаудың жоғары деңгейінде жүзеге асуы мүмкін. Мынау айтып кеткеніміз бұл жаңартылған бағдарламалардың артықшылықтары болды. Енді жаңартылған бағдарламаның 7 модуліне тоқталайық. Міне сіздер көріп отырсыздар. Жаңартылған бағдарлама 7 модуль арқылы жүзеге асырылады. Ол бірінші, оқу мен оқытудағы жаңа тәсілдер. Қазір біз сіздермен осының барлығына тоқталамыз. Екінші, сыни тұрғыда ойлауға үйрету. Үшінші, оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау. Келесі, оқыту мен оқуда АКТ пайдалану. Ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдалану. Келесі, талантты және дарынды балаларды оқыту. Келесі, оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту. Және соңғы, оқытуды басқару және көшбасшылық. Міне осы 7 модуль. Енді біз сіздермен осы 7 модульдің әрқайсысына жеке жаңағы тоқталып кетейік. Бірінші, ол оқу мен оқытудағы жаңа тәсілдер, жаңа әдіс тәсілдер. Ғылыми зерттеу нәтижелері сабақта диалогтың маңызды рөлін айшықтап көрсетіп береді. Мұғалімдер өз кезегінде өзінің сабақ беруіне емес, оқушылардың оқу ептілігін дамытуға назар аударуы тиіс. Осыған байланысты біз оқушыларды сөйлей білуге, басқалардың пікірін тыңдай білуге, топтық тапсырмаларды орындай білуге, одан кейін барып, өз ортасында өз пікірін айта білуге, дәлелдей білуге үйретуіміз керек. Осы жерде біз оқу мен оқытуда жаңа тәсілдер туралы сөз етеміз. Мына жерде міне жаңартылған бағдарлама байланысты жаңағы бірнеше әдіс тәсілдерді және олардың ерекшеліктерін, мақсаты қандай, тиімділігі қандай, қолданылуы қандай деген сияқты мына жерде бағандар бар және міне әдіс тәсілдер түрлері.
Мен сіздерге бұны келесі сабақтарда берем, және сіздердің әрқайсыларыңызға бұны беремін. Сонымен біз бірінші модуль оқу мен оқытудағы жаңа тәсілдер. Келесі екінші модуль сыни тұрғыдан ойлауға үйрету. Енді әдетте сын деген сөзді естіген кезде біз сын айту деп ұғамыз. Жоқ. Бұл жерде сын айту деген мағынада емес. Сыни тұрғыдан ойлау. Сыни тұрғыда ойлау дегеніміз не нәрсе? Сыни тұрғыда ойлау дегеніміз ол кез келген дерекке, кез келген құбылысқа, кез келген затқа, кез келген бізді қоршаған ортадағы нәрсеге ой айта білу, оны бағалай білу, талдай білу. Басқаша сөзбен айтқанда, ой қозғай отырып, сын тұрғысынан ойлау дегеніміз. Оқушының өз ойымен өзгелердің ойына сыни қарап, естіген білгенін талдап, салыстырып, реттеп, сұрыптап, сараптап, білмегенін өзі зерттеп, дәлелдеп, тұжырым жасауға бағыттау болып табылады. Бұл екінші модуль сыни тұрғыдан ойлауға үйрету. Бұл материалдың барлығын мен сіздерге теориялық материалды почталарыңызға саламын. Сондықтан уайымдамаңыздар, бұны берем сіздерге. Үшінші модуль ол бағалау, оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау. Бұл не деген сөз? Білім беруді, әдістерді және осы мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін жақсарту мүмкіндіктерін анықтауға бағытталған бағалау, формативті немесе оқыту үшін бағалау және жиынтық бағалау. Сонда оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау, суммативтік бағалау және формативтік бағалау, қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау не болмаса. Сонда бұл не нәрсе? Сыныптағы бағалау тек қана техникалық тәсіл емес. Мұғалімдер жазбаша немесе ауызша түрде баға қою жолымен бағалайды. Жаңа технология бойынша оқушылар өз білімдеріне сыни қарап, білімдерінің қай деңгейде екенін бақылауда өз-өзін бағалауға үйренеді. Бұл модульдерді жеке қарастырған кезде бұған арнайы тоқталамыз. Төртінші модуль ол оқыту мен оқуда АКТ пайдалану, ақпараттық коммуникациялық технологиялар. Енді бұны көп айтудың да қажеті жоқ, өйткені 21 ғасыр ол технология ғасыры, 21 ғасыр ол әр алуан гаджеттердің, әр алуан техниканың пайда болған ғасыры. Сондықтан біз оқытуда жаңағы сандық сауаттылықтарын арттыру, жаңа технологияларды, компьютер, интернет, тағы да басқа интернет көмегімен жаңағы пайда болатын әр алуан жаңағы бағдарламаларды игерту, оларды қолдана білуге үйрету балаларды. Осы оқыту мен оқуда АКТ-ны пайдалану 4-ші модульдің мазмұнына кіреді. Енді біздің бүгінгі мектепте отырған балаларымыз сандық сауаттылықтары өте жоғары деңгейде. Тіпті сіздер білесіздер, оқушылар кез келген бүгінгі таңдағы 4-5 жастағы баланың өзі жаңағы сандық сауаттылық, балалардың өздерінің сандық сауаттылықтары өте жоғары. Келесі 5-ші модуль. Талантты және дарынды балаларды оқыту. Біз алдымызда отырған кез келген баланың бойындағы қандай да бір бағыттағы талантын, дарынын көре білуіміз керек. Көре біліп қана қоймай, біз оны дамытуымыз керек. Сондықтан бүгінгі таңда жаңартылған білім беру мазмұнында біз сыныпқа жалпы отырған
ұжым деп қарамай, сол ұжымның ішіндегі әр баланы көре білуіміз керек. Ол үшін осы талантты және дарынды балаларды оқытуға байланысты тағы да бұның ішінде айтатын өте көп жаңағы қазір мен тек қана қысқаша ғана тоқталамын. Талантты және дарынды оқушыларға білім беруді дамытудың инклюзивті тәсілі негізінде, олардың одан кейін барып отырған балалардың қандай да бір қабілеттерін көре білу негізінде жүзеге асыру және сол балалармен жеке жұмыс жасау, саралап оқыту осы 5-ші модульдің мазмұнына кіреді. Келесі 6-шы модуль оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай оқыту. Енді бұл бұрыннан бері белгілі бізде, біз жаңағы күнделікті сабақ өту барысында деңгейлік ерекшеліктері, жаңағы әртүрлі оқушыларды жаңағы қарастыру, одан кейін барып олардың қабілеттеріне байланысты саралап оқыту, олардың жас ерекшелігіне байланысты жаңағы оқыту, осы оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай оқыту модуліне кіреді. Оқушылардың мұндай тәсіл арқылы топтастыру оқушылардың когнитивтік дамуына байланысты жүргізіледі. Когнитивтік даму дегеніміздің өзі баланың оқу және проблемаларды шешу қабілеті. Сондай-ақ бұл оқушылар арасында ынтымақтастық атмосферасын құру негізі болып табылады. Оқытудың мұндай түрі оқушыларының зейінін тұрақтандыру және шығармашылық, зияткерлік қабілеттерін дамытуға негізделеді. Міне осы 6-шы модульдің ішінде. Және ең соңғы 7-ші модуль оқытудағы басқару және көшбасшылық. Біз айтамыз, бүгінгі таңда кез келген біздің алдымызда отырған оқушы өзінің қандай да бір көшбасшылық қабілетін дамыта білуі керек. Бұл қайдан бақыланады? Бұл топтық жұмыс жасау кезінде әр баланың өзінің бойындағы қасиеттерін, қабілеттерін көрсете білуі. Шағын топтарда жұмыс жасау арқылы жаңағы осы балалардың көшбасшылық қабілеттерін анықтау. Біз қайдан білеміз? Мүмкін біздің алдымызда болашақ президент отырған шығар. Мүмкін біздің алдымызда, мүмкін емес, әрине солай. Мүмкін біздің алдымызда болашақ министр отырған шығар. Міне осы қабілеттерді дамыту. Қандай жағдай болмасын, өзіңіздің өмірлік ұстанымыңызды таңдай білу адамдық көшбасшылыққа негізделеді. Олай болса, жаңартылған бағдарламаның негізгі идеясы сыни тұрғыдан бағалау, өзгерту және тәжірибе мен білім саясатын қайта бағалау. Мұғалімдер бастамасымен барлық деңгейлерде өзгерістің іске асырылатынына негізделеді. Көшбасшылық. Мен осындай нәрселерді жақсартқым келер еді. Мен осындай нәрселерді енгізгім келер еді. Менің ойымша осы себебі осылай деп ойын дәлелдей алған баланы біз жаңағы оқытуда басқару және көшбасшылық қабілетін дамытамыз деп айтамыз, осылай айтқан кезде. Сонымен, құрметті студенттер, оқушылар, біз сіздермен бүгін жаңартылған бағдарламаның 7 модулін қарастырдық. Мен сіздерге осы 7 модульдің теориялық ақпаратын беремін, таратып үлестірмелі жаңағы материалда, және мынау жаңартылған бағдарламаға байланысты сын тұрғысынан ойлаудың белсенді әдіс тәсілдерін, наның ішінде бірнешеу өте көп, қолдануға өте тиімді, бұны да беремін. Үлестірмелі материал ретінде қарастырдық. Үйге тапсырма. Осы жаңағы мен айтқан сын тұрғысынан ойлауға үйретуге байланысты мына әдіс тәсілдермен танысып, ішінен бір әдісті алып, қазақ тілінің 3-ші сынып қазақ тілінің бір тақырыбын
осы әдіске салып келулеріңіз керек. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Келесі сабақта әрі қарай жалғастырамыз. Жеке-жеке модульдерге тоқталамыз.